Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бас ауруы туралы болмақ. Бас ауруы адамдарда жиі кездесетін аурудың бір түрі. Бастың ауруының себебін қалай анықтап, қалай емдеуге болады? Бас сақинасы ұстағанда қандай ем-домдар жасау керек? Және тағы да басқа бас ауруына қатысты сұрақтарға бүгін біз жауап беретін боламыз. Күн райының өзгеруіне байланысты басым ауырады. Не істеуге болады? Көптеген пациенттер бас ауруы мен ауа райының өзгеруін байланыстырғанымен, бұл байланысты дәлелдейтін ешқандай ғылыми зерттеулер жоқ. Егер сіздің басыңыз жиі ауыратын болса, ең алдымен оның тұрпатын және бастың ауруына әсер еткен факторларды анықтау қажет. Мәселе ауа райында емес, ауа дұрыс айналмайтын бөлмеде қажетті физикалық қозғалыссыз бір қалыпта ұзақ қызу жұмыс істегеніңізде болуы әбден мүмкін. Ал тамақ ішу бас ауруына қалай әсер етуі мүмкін? Бастың ауруы ағзаға қажетті сұйықтық жетіспегеннен болады және су ішсек ол қояды деген де пікір бар. Бұл біршама рас пікір. Кей жағдайларда ағзаның құрғауы бас ауруын тудырады. Бас ауруы басталып келе жатқанда су ішіп жіберсеңіз, оның ауырғаны тоқтауы мүмкін. Кейбір өнімдер де бас ауруын тудыруы мүмкін. Шараптан кейін басын ауыратын көп адамдар байқаған болар. Сонымен қатар, балмұздақ жеу мен суық та бас ауруына себеп бола алады. Бастың жиі ауруы неден болуы мүмкін? Мысалы, демалыс күндері бас ауруы мүмкін. Демалыста адам көп ұйықтаса да бас ауыратын кездер болады. Бас ауруын тудыратын жағдайларға назар аударып, себеп-салдарын анықтаңыз. Бас ауруы кезінде парацетамол ішуге болады ма, немесе одан да тиімді дәрілер бар ма? Бас қатты ауырмаған жағдайда, яғни бас ауруымен қоса жүретін жүректің айнуынсыз, құсуынсыз, аса қатты батпай, бүлкілдемей ауырған кезде және бас сақинасы қатты ұстамаған кезде парацетамол көмектесе алады. Алайда, егер бұл дәрі сізге көмектеспеген жағдайда, құрама дәрі-дәрмектерді қолдануға болады. Мысалға, парацетамол стероидтік емес қабынуға қарсы дәрі және кофеині бар препараттар, сонымен қатар бас сақинасы ұстағанда қолданылатын арнайы препарат триптандар. Бас ауруының қан қысымымен байланысы бар ма? Қан қысымының көтерілуі бас ауруын тудырады деген пікірі бар. Алайда шынына келгенде себеп-салдарлық байланысы тұп-тура қарама-қарсы. Бастың ауруы ағзаға түсетін стресс ретінде қан қысымының рефлекстік жоғарылауына әкеледі. Яғни, қан қысымының белгісі емес, себебі бола алады. Сондықтан ең алдымен бас ауруды үйреншікті дәрі-дәрмекпен емдеу керек. Егер мұнымен қатар гипертониялық ауруға шалдықсаңыз, жиі гипотензивті терапия қабылдауыңыз қажет. Төмен қан қысымы мен бас ауруының байланысы да күмәнді. Алайда, статистика бойынша бас сақинасы ұстап ауыратын адамдарға біршама гипертония тән екені анықталған. Яғни олардың қан қысымы 110-70 немесе 160 болуы қалыпты. Бұл үрей тудырарлық жағдай емес, сондықтан бас ауруын үйреншікті жолмен емдей берсеңіз де болады. Егер басынды ұрып алғаннан кейін мидың шайқалғаны анықталмаса, бірақ бас сонда да ауыра берсе не істеу керек? Бас сүйек ми зақымынан кейін бастың ауыратыны қалыпты жағдай. Мұндай кезде парацетамол мен стероидті емес препараттар қолдануға болады. Алайда егер 1 минут ішінде күрілдек тәрізді ұстамалы ауру белгілері болған жағдайда, жүрек айныса, құсатын болса, онда дәрігерге қаралып, бас сүйек ми компьютерлік томографиясын жасату қажет. Бас сақинасынан мәңгілікке арылуға болады ма? Жоқ, ота арқылы соқыршекті емдейтіндей қылып бас сақинасын толықтай емдеп жазу мүмкін емес. Бірақ оны емдік препараттары арқылы бақылауда ұстауға болады. Кейбір жағдайларда бас сақинасы ұстауы өздігінен тоқтауы мүмкін. Және де дәрігерге қандай жағдайда қаралу қажет? Жоғарыда айтып өткеніміздей, күрілдек тәрізді бас ауруы кезінде адамды қалтыратып жіберетін және кез келген бұрын-соңды болмаған бас ауруы кезінде неврологиялық ауытқулар туғанда, яғни әлсіздік, тіл байланып қалу, көз көрмей қалу, сөйлей алмау, осындай жағдайларда дәрігерге қаралу қажет. Сонымен қатар, бас әрен жазылатын жағдайларда, егер бас сақинасы айына 2 және одан да көп рет ауыратын болса, дәрігерге қаралу ұсынылады.
Бас ауруы кезінде халықтық ем-домдармен әуестенбеу керек. Кез келген бас ауруын жазатын ғажайып ем-дом өкінішке орай жоқ. Өйткені бас ауруының 150-ден астам түрі бар екен. Сондықтан дұрыс диагноз қою үшін және тиімді ем алу үшін бас ауруын емдейтін цефалголог дәрігерге қаралған жөн. Өз бетінше емделу қауіпті. Бас ауруын тиімді жазу тәсілдері қандай? Көбіне адамдар шектен тыс мөлшерде ауруды басатын дәрілер пайдаланып, дәрілік индукциялық бас ауруын тудырып жатады. Бұл олардың жағдайын одан бетер төмендетеді. Мұндай ауруды емдеу тіпті қиынға соғады. Сонымен қатар, ауруды басатын дәрілерді дұрыс таңдамау мен оны нұсқаулықсыз тұтыну ішкі мүшелердің бұзылуына да әкеп соғуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, дұрыс емді тек дәрігер ғана ұсына алады. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Өз ойларыңызбен видео астындағы комментарийлерде бөліссеңіздер болады. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.